Қамығу. Маурен Калахан, Канада. Ұсақ түйек сататын дүкенді жабатын уақыт болды. Альфредо Хиггинс сыртқы киімін киіп, сыртқа шыға берейін дегенде, есіктің көзінде қожайын Карл мырзаға бетпе-бет келіп қалды. Карл мырза Альфредоның бас аяғын шолып өтті де, ақырын ғана: «Тұра тұр, Альфредо, сәл тұра тұр», деді. Оның даусы бәсең болғанымен, Альфредо абдырап қалды. «Не болды, Карл мырза?» «Ең жақсы қалтаңдағы нәрселерді тастап кет», деді Карл мырза. «Нәрсе? Не нәрсе? Не деп тұрғаныңызды түсінсем бұйырмасын?» «Бір қалбыр ұпа, бір ерім бояғыш, кемінде 2 тіс майя. Монтансыма, Альфредо?» «Не деп тұрғаныңызды түсінсем бұйырмасын?» деп жауап берді Альфредо. «Мені ес ауысып қалды деп тұрғаннан саумысыз?» деп беті қып-қызыл болып кетті. Карл мырза суық жанарын одан алған жоқ. Альфредо сасқалақтап, қожайынның бетіне тура қарай алмады. Сәлден соң қалтасындағы нәрселерді бір-бірден алып шықты. «Ұрлық, жә, Альфредо», деді Карл мырза. «Жарайды, жігітім. Айтшы, суық қолдылықпен қашаннан бері айналысып жүрсің?» «Бірінші рет, Карл мырза. Қасам шейін, бұдан бұрын ине сабақ жіпте алып көргем жоқ». Оның сөзін аяқтатпай, Карл мырза бөліп жіберді. «Тағы да өтірік айтқың келеді? Сеніңше мен сондай маубас, өз дүкенімде не бар не жоғында білмейді деймісің? Ескертіп қояйын. Бұлай істеп жүргеніңе өте ұзақ болды». Оның жүзіндегі күлкінің байыбына баруға болмайтын еді. «Сақшы шақыруды ұнатпаймын, бірақ әкеңе хабарласып, ерке ұлын түрмеге жапқызатынымды айтайын». «Әкем үйде жоқ, ол баспа жұмысшысы, жұмысқа кеште шығады». «Онда үйіңде кім бар?» «Шешем бар». Карл мырза телефонның алдына барды. Альфредо үрей ұшқан сайын ештеңеден тайсалмайтындығын білдіргісі келгендей, даусын көтере сөйледі. Бұрын осындай іске жолыққандағыдай, Альфредоның үні ішіне түсіп кетті. «Тұра тұрыңызшы, Карл мырза, бұл іс басқалармен қатыссыз. Шешеме айтуыңыздың қажеті жоқ». Альфредо даусын қанша шығара сөйлегенімен, даусы баланың үніндей жыламсырап шықты. Үйінен біреу келіп құтқарып әкетуін зарға күтті. Карл оның шешесімен телефонда тілдесіп, дереу дүкенге келіп кетуін айтты. Альфредо шешем ашуға булығып, көзі жасаурап, алқын-жұлқын кіріп келеді. Алдынан шығып түсіндіргенімен, өңменімнен итеріп жібереді деп ойлады. Әй, не деген масқаралық. Альфредо сонда да шешесінің тезірек келіп, Карл мырза сақшы шақырудан бұрын алып кетуін зарға күтті. Екеуі бір-біріне үнсіз бедірейіп тұр. Ақыры есік қалды. Карл мырза есік ашты. «Кіріңіз, Хиггинс бәйбіше», деді бедірейген қалып. «Хиггинс бәйбіше боламын. Альфредоның шешесімін», деді. Хиггинс бәйбіше өзін байсалды таныстырып, Карл мырзамен жылы шыраймен қол алысып. Карл мырза мына әйелден сескеніп қалды. Оның мұндай байсалды да ұстамды боларын ойламаған еді. «Альфредо бірер іске шатылып жүрме?» «Солай бәйбіше, ұлыңыз дүкенімнен бірдеңелерді ұрлапты. Бірақ тіс майы, ерін бояғыш дегендей ұсақ түйектер». «Сөйттің бе, Альфредо?» деді ол ұлына кейіген үнмен. «Солай, шеше». «Мұндай қылыққа қалай барып жүрсің?» деді және. «Ақша керек болып, шеше». «Ақша? Ақшаны қайтпексің? Жаман балалардан үйреніп жүрсің бе?» Хиггинс бәйбіше бұрылып, Карл мырзаның иығынан қақты. Оны әбден түсініп тұрғандай: «Бір ауыз сөзіме құлақ салар болсаңыз», деді салмақпен. Бірақ тағы да тоқтай қалып, басын бір жағынан бұрып, және сөйлегісі келмегендей: «Бұл істі қалай шешпексіз, Карл мырза?» деді күлімсіреген қалпы. Мен әсілі сақшы шақырмақ едім. Солай істеуге тиіспін». «Сақшы шақырасыз ба?» деп қайталап сұрады Хиггинс бәйбіше. «Иә, солай, Хиггинс бәйбіше. Әсілі ұлымның ісіне араласатын жөнім жоқ еді, бірақ ол бала жөнінен кейде ескертіп қою жазалаудан да маңызды». Альфредоға бүгін шешесі мүлде бейтаныс адамдай сезілді. Қараш, күлгенде сондай табиғи, сондай жағымды.
Альфредоны үйге алып кетуге қосылатын қосылмайтыныңызды білмеймін, деді ол, сөзін толықтап. Бойы сорайып тұрған мен, мұның жасындағы балалардың ақылы әлі кем ғой. Карл мырза әсілінде Хиккинс бәйбіше қорыққаннан қайтерін білмей, жылап еңіреп, аяғына жығылар деп ойлаған еді. Іс ойламаған жерден шықты. Оның сабырлылығынан өзі қысылды. Кідіріп барып басын шайқап, осы әйелге іштей мойынсал болды. Әрине болады, жөн білмейтін адам емеспін. Сізге өз шешімімді айтып қояйын. Олыңыз енді қайтып мұнда келмесін. Ал бүгінгі кештегіс осымен бітсін. Осылай істесек бола ма, Хиккинс бәйбіше? Деп Карл мырза оның қолын тебірене қысты. Сізбен танысқаныма қатты қуаныштымын. Сіздей жақсы адамды есімнен шығармаймын. Бұлайша кезіккенімізге өкініштімін. Бұлай істеуімнің Альфредо үшін екеніне сеніңіз. Бұл таныса алмай кеткенімізден жақсы. Қайырлы кеш, мырза. Олар көңілдері жарасқан көне достардай қол алысты. Қайырлы кеш, Хиккинс бәйбіше, айыпқа бұйырмаңыз. Аналы балалы екеуі үйіне қайтты. Олар үлкен көшені бойлап жүріп келеді. Хиккинс бәйбіше адымдай басып, Альфредо алдына қарай кетіп барады. Екеуінде де үн жоқ. Альфредо ақыры төзімі таусылып тіл қатты. Құдайға шүкір, әрең құтылдық қой. Енді бұлай болмайды. Әбден тартқыздың. Мазамдала көрме, сөйлемеш. Үйге жетті. Хиккинс бәйбіше сырт киімін шешті. Ұлына қарап та қойған жоқ. Жақсы бала емессің, Альфредо. Құдай өзі кешірсін. Пәле шығарғаннан басқа не білесің? Бір таусылмайды. Немене сілеп тұрсың? Жат барып. Бүгінгісті әкең айтпа, деді де. Ас үйге кіріп кетті. Альфредо төсегінде анасының ас үйде жүргенін естіп жатыр. Шешем не еткен ұлы, деді ол өзіне өзі күбірлеп. Жүгіріп барып шешесіне қаншалық керемет екенін айтқысы келді. Ол ас үйге кіріп, шешесінің шай ішіп отырғанын көрді. Мына көріністен шошып кетті. Шешесінің құр сүлдері ғана қалыпты. Субхан ұшып кеткендей, өңі сондай сүреңсіз. Бағанағы салиқалы шеше мүлде жоқ. Қолы дірілдеп, чайын үстелге төгіп алды. Қорыққаннан тістеніп, күрт қартайып кетіпті. Альфредо үн-түнсіз қақшиып тұр. Кенет жылағысы келді. Анау қалтыраған қолмен тарам-тарам әжімдердің арасынан анасының жан дүниесіндегі қамығуды көргендей болды. Кенет өзінің ержеткенін білді. Альфредо анасын тұңғыш рет таныды.